Балалар, бүгін біз бөлінтісінде нөлі бар 3 таңбалы сандарға бөлу алгоритмін ары қарай жалғастыратын боламыз. 135.270-ті 45-ке қалай бөлемін? 45-ке бөлу үшін ең бірінші толымсыз бөлінгішті тауып аламын. Бізде толымсыз бөлінгіш балалар 135. Енді бөліндінің мәніне цифр таңдаймыз. Ол үшін 13 ондықты 4-ке бөлемін. 13 ондықтың ішінде 4, 3 реттен. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ке тең. Олай болатын болса, 45-ті 3-ке көбейтіп аламыз черновик тәптерімізге. 45-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15, 3, 4, 12, ойдағы 1 мен 13 болады. Олай болатын болса, бізге жәнегі қажет сан шыққан екен. 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15, 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12, ойдағы 1 мен 13. 135-тен 135-ті азайтсақ, балалар 0-ге тең. Енді мен 2-ні түсіремін. 2-ні 45-ке бөлсек, 0-ден балалар 2 45-ке бөлінбейді. 0 болады, бізде 2 қалдық болады. Енді 27-ні түсіреміз. 27-ді 45-ке бөлсек, 0. 27 қалдық. Енді 0-ді түсіремін. 270. 270-тің ішінде 45 неше реттен екенін анықтау үшін балалар 27-ні 4-ке бөлеміз. 27-ні 4-ке бөлсек, 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24. 6-дан беремін олай болса. 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30, 3 ойда. 6 мен 4, 24, ойдағы 3 пен 27. 270-тен 270-ті азайтсақ, 0. Балалар, мен сендерге қазір мынаны ескертемін. Мысалы, 21-ді 35-ке бөлеміз. 21-ді 35-ке бөлетін болсақ, балалар, 21 35-ке бөлінбейді, өйткені ол кіші сан. Сондықтан біз оны былай шығарамыз. 0, мына жерде мына бөлінгіш қалдық болады бізде. 21 қалдық. Сол сияқты мысалы 17-ні 19-ға бөлсек те бөліндінің мәні 0-ге тең болады. Себебі 17 19-ға бөлінбейді. Бөлінгіштің өзі қалдық болады. 17 қалдық деп бөлеміз. Міне балалар, жәнегі мына 0-дің шыққан себебі осы міне 2-ні 45-ке бөлдік, 7-ні, одан кейін 27-ні 45-ке бөлдік. Осы кезде бізде бөліндінің мәндері 0-ге тең болып отырады.